Дәрет алғаннан кейін дәреттен қалған қалдық суды ішу да жақсы екен, сүннет амалдан екен. Жақсы ма? Мысалы қалай ол біз? Кезінде дәрет алатын уақытта қазіргідей кран жоқ, немесе құманмен былай алмайтын болған, табақта тұрған ыдыстан ішінен алады екен. Табақта не тұрады, су тұрады, содан бетіп қолын бірін шайып алады сыртқа. Кейін бетіп екі қолмен алып, бетін жуады деген сияқты, екі қолмен алып, қолын жуады деген секілді. Ең соң табақтан қалған суды алып аузымен ішіп қою, бұл да мұстахаб сүннет амалдардан екен. Жақсы ма? Сол үшін айтып отыр. Уаяшрабу ішеді дейді. Мен фадли вадуихи. Дәреттен қалған судың қалдығын ішеді екен. Қалай ішеді? Қаиман. Тұрып тұрып ішеді, мустақбилал қибла, қыблаға қарап тұрып ішеді екен. Кама замзам, замзам суы секілді. Замзам суын тұрып және қыблаға қарап ішетін болсақ, екінші тұрып ішуге болатын су не? Дәреттен қалған қалдық су. Дәреттен қалған дәрет алып қалған кір су емес. Дәрет алып болдыңыз, мына таза жағында алған су екен. Неге? Өткен дәрет алған су берекен нұрлы су ғой. Сол суды ішуге болады екен. Бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті амал екен. Жақсы ма? Тіпті пайғамбарымыздың осындай уадуына сахабалар не істеген? Таласып өздері соны судан берекеленген деп келеді иншалла. Жақсы ма? Өте жақсы.